Саламатсыздар ма? Картааралык аударымдар жайында Аманжол Смағұлов деген бухгалтер видео түсірген екен. Сол видеоны адамдардың барлығы көріп, қазір шулап жатыр. Сол жайында кішігірім өзімнің түсінігімді айтып өтемін. Мысалы үшін, егер сіз бірдеңе сататын болсаңыз, мысалы Каспиймен сататын болсаңыз, Каспийден сізге біреу ақша аударады, перевод жасап. Ол перевод жасайтын кезде Каспийдің приложениясында төлемдер және аударымдар деп тұруы мүмкін. Сол кезде ол төлейтін адам сізге ақша аударатын адам. Ол аударымдар емес, төлемдер деп жібереді. Сол кезде сіз автоматты түрде сіз жеке кәсіпкер, яғни кәсіпкер ретінде сіз көрінесіз мемлекетке. Соған байланысты сізді сосын ары қарай тексеретін болады. Яғни сізден осы тауып жатқан табыстарыңыздың қандай да бір мөлшерінен налог ұстайтын болады. Яғни бұл дегені сіз осы Каспий Голдта өткен бүкіл ақшаны, яғни переводпен келген ақшаның бәрін сізде декларация арқылы мемлекетке көрсетуіңіз керек. Яғни чек ұрып, рекассада тіркеп, яғни жеке кәсіпкерлікті ашып, ИП ашып, соған осы өткен ақшаларды, сізге келген счетыңызға түскен ақшаның бәрін чекпен ұрып шығаруыңыз керек болады. Сонда ғана сізге ары қарай налог, яғни пенялар төленбейтін болады мемлекет жақтан. Яғни бұл жерде сіздің тапқан ақшаңыздың бәрін, яғни Каспий арқылы, немесе басқа банктер арқылы сізге төленгендердің бәрін декларацияда көрсетуіңіз керек. Яғни мемлекет соға тапқан табыстарыңыз барлығын біліп отыру керек. Оның үшін сіз арнайы жеке кәсіпкер болсаңыз, рекассаны тіркеп, сонымен чек ұрып шығуыңыз керек. Егер жеке кәсіпкер болмасаңыз, онда арнайы жеке кәсіпкерлікті ашып, яғни ИП ашып, сол рекасса тіркеп, сол рекассадан ары қарай чек ұруыңыз керек болады. Мысалы, егер сіз физически лицо болатын болсаңыз, яғни жеке кәсіпкерлігіңіз жоқ болса, онда сіз просто жеке кәсіпкерлікті ашасыз. Ашқаннан кейін бір ай көлемінде сол бұрынғы 2020 жылдағы Каспийіңізге кірген ақшаның барлығын чекпен ұрып тастауыңызға болады, яғни бір айдың ішінде. Яғни сіз сол кезде онда көп не төлемейсіз, налог төлемейсіз. Ай сайынғы пенсионный, социальный дегендей жаңағы налогтар. Сондықтан ИП тіркесеңіз, бір айдың ішінде 20 жылдағы бүкіл ақшаның бәрін ұрып тастайсыз чекпен. Сосын ИП-іңізді қайтадан жауып тастасаңыз болады. Сосын ары қарай дальше налог төлемейтін боласыз ИП-ға. Қазірде 23 жылға дейін жеке кәсіпкерлерге моратория жарияланған, яғни жеке табыс салығынан босатылған, яғни табыс салығын төлемейсіз. Бірақ 23 жыл яғни біткеннен кейін сіз жеке табыс салығы қосылатын болады. Ол кезде сіз тапқан табысыңыздан 10% халық мемлекетке өткізіп отыру керек болады, налог төлеу керек болады. Бұл жерде мемлекеттің қазір халықтың арасында жүрген ақшадан, яғни банктер арасында перевод жасап бір-бірінен сол жерден налог ұстап қалу мақсатында осындай жаңағы заң шығарып жатыр. Яғни қарапайым халықтарды тонау, былайша айтқанда. Соған байланысты қазір Каспийде және халық банкінде, және басқа да банктерде карта перевод жасаған кезде оған арнайы комиссия, яғни болмаса налог салатындай сондай жағдай жасап жатыр. Қысқасын айтқанда, жеке кәсіпкер болмасаңыз, онда сіз өзіңізге ИП ашасыз, яғни өткен 20 жыл төленген аударылған ақшаның барлығын рекасса тіркеп, сол рекассамен әр ақшаның барлығын сол чек ұрып шығасыз. Сонымен ақшаны ұрып болғаннан кейін ИП-іңізді жауып тастасаңыз болады. Яғни егер салық органдары сізді тексеретін болса, сол кезде тек қана сол жаңағы ұрылған чектеріңізді соңынан барып көрсете саласыз. Болды, басқа ешқандай проблема туындамайды. Ал ИП-іңіз болса, яғни жеке кәсіпкер болсаңыз, онда сол рекассаңыз тіркелген болса, сонымен Каспий Голдтағы счетыңызде бір жылда қанша ақша түскен, сол ақшаның барлығын сол рекассаға тіркеп, яғни рекассамен чек ұрып шығасыз. Сонымен болды, сізде де ешқандай проблема туындамайтын болады. Сосын тағы бір айтатын жайт, 2022-ден бастап ешқандай аударымдар қабылдамауыңыз керек карта арқылы. Яғни сол чек ұрмаймын, яғни жеке кәсіпкер болып тіркелмеймін, налог төлемеймін десеңіз, ешқандай сондай аударымдар жан-жақтан түспеу керек. Тек қана өзіңіздің туысқандарыңыз дәлелдей алатындай туысқандарыңыз болса, сондай туысқандардан ғана қабылдай аласыз аударымдарды. Осы видеоның астына Аманжол Смағұловтың видеосының ссылкасын қойып қоямын. Сол жерден толық көріп, толық түсініп алсаңыздар болады.